Жамбыл облысы Шу ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Қалқамбай Нұраділ. Сөз басы Ыбырай Алтынсарин. Бір Құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап, оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, мал дәулеттің байлығы, бір жұтасаң жоқ болар, оқымыстының байлығы, күннен күнге көп болар, еш жұтасаң жоқ болар, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, сыйса көйлек үстіңде, тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған, өнер білім бәрі де оқуменен табылған, надандықтың белгісі еш ақылға жарымас, жайылып жүрген айуандай ақ қараны танымас. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылғалы шерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды, мың шақырым жерлерге аты жоқ құр арбаны күн жарымда барғызды, адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай, бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа сүрім достарым, қатарын кетті алысқай, ұмытылыңыз қалыспай, біз надан болып өсірдік, иектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды, біз болмасақ сіз барсыз, үміт өткен достарым, сіздерге бердім батамды.